40 жылдан кейін қазіргі жасынан ол 11 есе үлкен болады. Ислам қазір неше жаста? Видеоны паузаға қойып, өзіңіз шығарып көріңіз. Бәрекелді. Ал енді біз жалғастырайық. Ең алдымен біздің бұл есептегі айнымалы шаманы дұрыс анықтап алуымыз керек. Ол үшін біздегі мәселен айнымалы шаманы біз x деп алсақ, оны біз исламның қазіргі жасы деп алсақ болады. Яғни біздің x ол исламның қазіргі жасы. Ал 40 жылдан кейінгі исламның жасын бұл жерге жазайық. Яғни 40 жылдан кейін бізде исламның жасы сәйкесінше бұның қазіргі жасына 40 жылды қосқанға тең. Ал бұл сәйкесінше бізде оның қазіргі жасына, яғни бұл x 40-ты қосқанға тең. Сол кезде бұл x плюс 40 болады. Бұл яғни 40 жылдан кейін ислам қазіргі жасынан есептің шарты бойынша ол 11 есе үлкен болады. Сол себепті x плюс 40 деген бізге маңызды. Яғни бұл жердегі біздің x плюс 40-ты қоршап қойайық. Және бұл жердегі біздің x-ке қатысы бар. Ал енді x-ті біз 11-ге көбейту арқылы 40 жылдан кейінгі оның жасы қазіргі x-тен бұл 11 есе үлкен болады дегенді көрсетіп тұрмыз. Яғни бұл x-ті 11-ге көбейтсек, яғни басқа түспен алайық. X-ті алып 11-ге біз көбейтсек, сол кезде ол 40 жылдан кейін қазіргі жасынан 11 есе үлкен болады дегенді білдіреді. Сол себепті бізде теңдеуіміз 11x тең болады. Бізде теңдіктің оң жағы бұл x плюс 40-қа. Ал енді біздің қарапайым сызықтық теңдеуді шешіп көрейік. Ол үшін ең алдымен теңдіктің екі жағынан да біз x-ті азайтамыз. Минус x және минус x. Сол кезде не шығатынын бірге байқайық. Бізде 11x-тен x азайтсақ, 10x қалады. Тең болады. X пен x бізде жойылады. Теңдіктің оң жағында 40-тың өзі қалады. Ал енді соңғы қадам ретінде теңдіктің екі жағында x-тің алдында коэффициент бұл 10-ға бөлеміз. Сол кезде 10 мен 10 қысқарады да x тең болады бізде 4-ке болады. Яғни 40-ты біз 10-ға бөлсек, x тең болады 4-ке. Ал енді жоғарға біз жылжып, біздің сұраққа жауап бер. Ислам қазір 4 жаста. Яғни ислам қазір 4 жаста. Ал демек 40 жылдан кейін бізде исламның жасы 44-ке келеді. Немесе дұрыстап жазсақ, бұл бізде 44 жасқа келеді. Енді байқап отырғанымыздай 44 жас, ол 4 жастан сәйкесінше бұл 11 есе үлкен. Қорытындылай келе, біздің есеп дұрыс шығарылды.